Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін ақша туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Кейде ақшаны қайда, не мақсатта жұмсайтынымызды ұмытып кетеміз. Ай соңына жету тиіс болған ақша қолдан судай ағып кететіні бар. Мұның барлығы да жеке қаржы мәселесіне назар аудармағанның кесірінен. Енді қайтеміз. Ең бірінші, бюджетті анықтайық. Өз кірісіңізді анықтап алыңыз. Бұл үнемдеудің бірінші қадамы. Шын мәнінде қанша ақшаны қайда жаратыңызды, бұрын қанша табыс табатыңызды есептеп алуыңыз шарт. Есепті ай сайын өткізіп тұрсаңыз дұрыс болмақ. Сондықтан бір айда қанша табыс кіретінін біліп алғаныңыз жөн. Шығындардың тізімін жасаңыз. Бұл өте қарапайым әдіс. Мәселен, үйіңізге, жолға, тамаққа жұмсалатын ақшаны есептеп тізімге қосып отыратын болсаңыз, сізге ай соңында ақшаны қалай үнемдеу керек екені белгілі болады. Үнемдегіңіз келсе, қай кезде ақшаны артық жаратпау керектігін ойланыңыз. Мәселен, автобуспен баруға болатын жағдайда таксиге артық ақша шығындамауға болады. Осылай барлық шығынды толық жазғанда көз жеткізіңіз, ештеңені де ұмытпаңыз. Осы тізімді құрастырып болған соң, келесі айда сіз үшін қажетсіздеу бір пунктті алып тастауға болатынын көресіз. Үй, телефон, кабельді арна, тіпті болмаса 150 теңгелік кофе. Ең пайдалы үнемдеу жолы сіз байқамай жұмсайтын тиын тебенді сақтау болып табылады. Келесі әдіс, алдыңызға мақсат қойыңыз. Қанша ақша жарататыныңызды анықтап алған соң, бұл сомадан артық ақша жұмсамауды өзіңізге мақсат тұтыңыз. Миыңызда екі мәселе сақталсын. Бір айға қажетті ақша, екіншісі қанша ақша үнемдеп қалатыныңызды есептеңіз. Мұнда қарастырылмаған бір пункт та бар. Осы екі мәселеге енбей қалған бос ақшаны өзіңіз үшін жаратыңыз. Қыдырып қызық көріңіз. Мақсатты бір күнге, аптаға, тіпті айға жоспарлай аласыз. Өз қалауыңыз жоспарлаңыз. Мәселен, күніне 600 теңге жұмсайтын жағдайда жетсеңіз, я болмаса 3000 теңгені бір аптаға жеткізсеңіз, үнемдеудің қаншалықты пайдалы екенін ұғатын боласыз. Күтпеген жағдайларға ақша сақтаңыз. Кенеттен күтпеген жағдайларға ақшаны арнайы ұстап жүріңіз. Тірі адам болғасын ауырып қалуыңыз мүмкін, әлдекімнің туған күніне ақша жинау да ғажап емес. Сондықтан жеке бюджетіңізден осындай күтілмеген жағдайлар үшін де бос ақша болса жинап жүріңіз. Егер соңына кенеттен болатын басыңызға түспесе жиналып жатқан ақшаңызды қосыңыз. Артық ақша ешкімге де кедергі келтірмейді. Мұнан ойланып қараңыз. Қажетсіз заттарға ақша жаратасыз ба? Жер бетіндегі адамдардың 99% мүлдем қажеті жоқ жағдайларға ақша жұмсайды. Сондықтан да кенеттен керек болып қалатын ақша қалтаңызға табылса жақсы. Өмір салтын өзгертіңіз. Ақша үнемдеуді қазірден бастаңыз. Бұл өзгеріс әрқайсымызға да әсер етпей қоймайды. Көп жағдайда ақша жинай алмайтындар бар ақшасын түгелдей жұмсап қойған соң ғана жаны жай табады. Бұдан кейін әрине өкінішті болады. Ал ақша болмағасын жұмсайтын да ештеңе болмайды. Мұндайды болдырмау үшін ақшаны жеке есеп шотыңызға немесе басқа жерге қойғаныңыз дұрыс. Себебі амиянға салынған ақша тез жұмсалады. Бұл арқылы сіз ақша жаратпай өмір сүруге дағдыланасыз. Өз-өзіңізді қамтамасыз ете біліңіз. Бүгінде қарнымызда тоқ, көйлегімізде көк, уақытымыз тығыз. Бүгінгі таңда тез дайындалатын тағам ішіп, дайын асты сатып алу сәнге айналды. Егер денсаулығыңызды да қалтаңызды ойласаңыз, бірнеше кеңесімізге көз салыңыз. Тамақ әзірлеуді үйреніңіз. Бұл тек ақшаңызды ғана үнемдемейді, сонымен қатар денсаулығыңызға да пайдалы. Егер мүмкіндігіңіз болса, жер үйде тұрсаңыз, мезгіл сайын көкөніс өсіріңіз. Бұл өте арзан және қуаныш сыйлайтын іс. Тігіп үйреніңіз. Жаңа киімді ескіреді, бірақ жыртылған киімді тастап, орнына жаңа киім сатып алғанша ескісін тігіп алғаныңыз ұтымдырақ. Мұндай өнеріңіз болса, қалтаңызға салмақ өз қиялыңыздағы киімді тіге алатын боласыз. Қосымша табыс көзін іздеңіз. Бұл сіздің негізгі жұмысыңызға кедергі келтірмейтін іс болу керек. Жұмысты көптеген хабарландырулар ішінен таңдап алсаңыз да болады. Келесі, зиянды әдеттен арылыңыз. Шылым шегу, спирттік ішімдіктер ішу денсаулыққа да зиян, қалтаңызға да салмақ болады. Тек қолма-қол сауда жасаңыз. Жеке есеп шоттағы ақшамен сауда жасау мен қолма-қол сауда жасаудың арасы жер мен көктей. Себебі адам қолында жоқ ақшаны оңай жаратады. Ал егер қолма-қол сауда жасайтын болса, оның қадірін түсіне бастайды.
Ескерте кететін, әркімнің табысы мен жағдайы әрқалай. Сондықтан да ақша үнемдеу немесе жинау мүмкін болмаса, өзін қинап аш жүрудің қажеті жоқ. Электр тоғын пайдаланбайтын кезде оны өшіріп жүріңіз. Қолданысыз қалған техниканы тоқ көзінен ажыратыңыз. Түрлі сусындарды сатып алып ішкенше қарапайым су ішіңіз. Есіңізде болсын, су да шөлді қандыратын қасиетке ие. Несиеңіз болса, ақша жинаудың қажеті жоқ. Бастысы несиені бірінші рет жауып тастаңыз. Егер осы канал ұнаса, ақша туралы сізге қызықты мәліметтер керек болса, осы каналға жазылып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сізге тағы да қандай ақпараттар қызық болатын еді ақша туралы. Өз ойыңызды жаза кетіңіз комментарийға.